Жүнісова тағы да бір шулы видео жариялады. Алайда халық әртісі желідегі видеоларын лезде өшірген. Қазақ эстрадасының әншісі Мақпал Жүнісова Instagram парақшасында видео жариялап, халықтың 10%-ы өзін әнші емес, алқаш деп айтатынына ренжіді. Ол анда-санда өмір ережесін бұзып тұрғанда дұрыс дейді. Жалпы мен өмірге ризамын, әрбір күнім үшін Аллаға шүкір деймін. Ешкімге ренішім жоқ, өмір деген қызық қой. Қызық жерін сызып қой, анда-санда бұзып қой деген сияқты бұзатын кездерім болады. Сіздер 90%-ыңыз оңбаған әнші емес, алқашсың дейсіздер дейді әнші. Ол ауырып тұрып видео жарияласа да ішіп алған деп кінә тағатындарға ренішін білдірді. Мен қырылдап тұрсам ішіп алды дейсіздер, ауырып даусым бұзылып кетсе тағы да ішіп алды дейсіздер. Өздеріңіз біліңіздер, бірақ мен саумын. Тамағым мен шайымды ішіп, үйімді жөндеп жүрген әйелмін. Әйел емес, қатынмын. Ал түсініп алыңдар дейді әнші. 60 жастағы Қазақстанның халық әртісі аздаған уақыттан кейін оқырмандардың өтінішіне байланысты видеосын өшіріп тастағанын айтты.